Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай таңғы асқа өте дәмді панкейктер дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, әрі жеңіл болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет ұн, сүт, қант, сары май және жұмыртқа керек. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң жылы сүтімізді қосып тағы да араластырып аламыз. Ал енді келесі електен өткізіп алған ұнымызға бір шай қас қосқышымызды қосып, бір араластырып аламыз өзара. Содан соң осы ұнымызды сұйық массамызға кішкене мөлшерде қоса отыра жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Барлығын осылай біріктіріп араластырып алдық. Соңында ұнымыздың барлығын салып, бір араластырып, келесі үстіне ертілген сары майымызды қосып тағы да араластырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз осындай консистенцияда болып шығады. Келесі енді қызып тұрған табамызға құйып пісіретін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай табамызда осындай құрғақ болу керек, ешқандай да май қоспаймыз. Содан соң кішкене мөлшерде қамырымызды құйып пісіретін боламыз. Міндетті түрде табамыз қызып тұрған болу керек. Міне қамырымызды құйғаннан соң шамамен 1 минуттың осындай көпіршіктер пайда болады. Келесі бетке аударамыз. Екінші жағы тез пісетін болады. Міне келесі тағы да панкейктерімізді осылай құйып пісіретін болып аламыз. Міне келесі тағы да осылай кішкене панкейкімізді қамырын құйып жақсылап пісіріп алатын боламыз. Біздің газымыз орташа болып жанып тұру керек. Міне біздің панкейктеріміз дайын. Кез келген варенье, шоколадпен қосып жесеңіздер, дәмі керемет болып шығады. Панкейктеріміз өте дәмді, әдемі болып шығады. Таңғы асқа жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар. Рахмет.